Баршаңызға сәлем. Бүгін пюре гуляшпен бірге жасаймыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен пюремізді дайындаймыз. Ол үшін жуылған картоптарды жуандап тураймыз. Сол кезде картопымыз тез піседі және езілуге ыңғайлы болады. Турап алғаннан кейін ыдысымызға салып, жай отқа газға жібереміз. Келесі кезек бізде етімізді үлкен де емес, кіші де емес, орташа етіп тураймыз. Турап болғаннан кейін ыдысымызға салуға дайындаймыз. Қазанымызға май құйып, қызғанша күтеміз. Одан кейін етімізді салып, қуырамыз. Асты қатты отта тұруы қажет. Тез қуырылуы үшін. Араластырып тұрамыз міндетті түрде. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып, жай отқа қойып қоямыз. 5 минут өткеннен кейін бетіне тұз салып, араластырып, қайтадан бетін жауып, жай отқа қойып қоямыз. Келесі кезек бізде пияз бен сәбізде. Пиязымызды кубиктап турап аламыз. Ал сәбізімізді біз қазір үккіштен өткізетін боламыз. Келесі кезек бізде сәбізде. Сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Маған бұл жерде тек бір үлкен сәбіз ғана жеткілікті болды. Осылай үккіштен өткізіп аламыз. Үлкен жағынан да, кіші жағынан да өткізсеңіздер болады. Енді етімізге пиязымызды саламыз. Және сәбізімізді салып, араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 2 шай қасық томат пастасын саламыз. Араластырып, үстіне 1 ас қасық ұнымызды саламыз. Ұн немесе крахмал қоссаңыздар да болады. Араластырамыз. Үстіне қайнаған су құямыз. Жылы су құйсаңыздар да жеткілікті. Суымызды құйып болғаннан кейін қоспамызды араластырамыз. Керегінше тұз, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бетін жауып, жай отқа қойып қоямыз. Бізде картопымыз пісті. Үстіне тұз себеміз. Езіп болғаннан кейін үстіне сүт құямыз. Және 1 шай қасық сары майымызды саламыз. Мен міндетті түрде пюрені миксермен араластырамын. Сол кезде пюреміз өте нәзік, дәмді болып шығады. Керегінше сүт құямыз. Сол кезде сіздің пюреңіз құрғап қалмайды. Пюреміз дайын, осындай массада болуы қажет. Сол кезде пюреңіз өте дәмді болып шығады. Біздің тағамымыз дайын. Қалағандарыңызша сәндеп, ыдысқа саламыз. Пюреміз көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, құрғап қалған жоқ, өте дәмді болып шықты. Пюреміздің қасына гуляшымызды да саламыз. Мен бұл рецептпен көптен бері жасап жүрмін. Әр қашанда
өте дәмді болып шығады. Маған қатты ұнайды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Тағамымыз дайын. Ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.